кім ол қақа барып массаж алып жатсыңдар сендер деп. Массажистсің ғой сен де әйтеуір сипалап жүрген. 10 баланың 1-2-інен ғана нәтиже шығуы мүмкін. Сол нәрсені айқайлатып көрсеткен кезде сен оған реально сенесің. Сен көрсеткен нәрсеге анализ жасай алады, и сенің мимикаңа реакция бере алады. 2 айлық бала. Негізі 80% қисық мойын туылғаннан кейін пайда болады ғой. А менің орталығымда 7 айлық, 6 айлық болып туылған балалар 1 жасқа жетпей тұрып жүріп жатыр. Амансыздар ма қымбатты денсаулық YouTube каналының көрермендері. Бүгін студияда Шымкент қаласынан келген арнайы қонақ Мөлдір Аманқызы, қош келдіңіз. Қош көрдік. Мөлдір Аманқызыны сіздерге қалай таныстырарымды да білмей жатырмын. Өйткені медицина дамыған сайын, ем шараларын жүргізетін әдістер дамыған сайын түрлі жаңа мамандарды естіп танысып жүрміз. Health coach дейміз, anti-age эксперт дегенде естідік. Оның алдында бір 5-6 жыл бұрын нутрициолог, диетолог деген мамандармен танысқан едік. Енді менің алдымда бүгін Мөлдір мүлде бұрын білмеген моторный онтогенез деген терминді естіп отырмын. Ол қалай болады қазақша моторлы онтогенез деген деп өзінен сұрап отыр едім. Моторный онтогенез дегенді қалай түсіндірсек болады көрермендерге? Қош келдіңіз Мөлдір алдымен. Қош көрдік. Моторный онтогенез расымен де бұл салаға келген кезде өзіме де қиын болды негізі адамдарға түсіндіру, жаңағыдай. Не істеп жүрсің деген кезде ма? Сен кімсің өзі да? Сен кімсің? Массажистсің ғой, сен де әйтеуір сипалап жүрген деген сияқты да. И ана жерде қалай айтам, қалай жеткізем, маған да қиын болды. Сол себепті қазір негізі көбісі жасайды да сразу кетеді ғой андай. Сол нәрсені ақпараттандырумен. А мен просто нәтижеге жұмыс жасап көрдім да. Қанша уақыт болды? Тек балалармен жұмыс жасадым. Қазіргі таңда небәрі 3 қана жыл болды осы салада жұмыс жасап жүргеніме. Мен всегда солай мақтанып айтам ғой. 3 қана жыл болса да, жаңағыдай 15-20 жылдықтар жүргендермен де салыстырғанда менің парақшамда нәтиже өте көп деп айтам да. Өйткені шынымен де Аллаға шүкір, осы саламен бастаған әрбір балада нәтиже болмай кеткен нәрсе болған емес. Енді моторлы онтогенез деген нәрсені былай түсінетін болсақ, жалпы онтогенез деген нәрсе ол өсу сатысы ғой. Баланың ананың құрсағында дамығанмен, ананың құрсағында дамыған сәтінен бастап өмірге келіп өлгенге дейінгі период бұл онтогенездік периодты құрайды да. Енді термин солай. Термин ол сөзі солай. Енді моторлы онтогенез деген осы уақытқа дейін көп болған жоқ. Өйткені оған да бір сондай бір қажеттілік болмады деп ойлаймын. Қазіргі таңда гаджет, балалардың дамуы, экология, туылу процесі, әйелдердің состояниесіне қарай туылған балаларда задержка өте көп. Бұрын мысалға қазір мен осы салада жұмыс атқаныма 3 жыл болды ғой. Бұрын, допустим, даже невропатологтардың өзі кім ол деп сұрайтын тұғын. Кім ол? Қақа барып массаж алып жатсыңдар сендер деп. Реально солай сұрайтын. Енді мықты невропатологтар болса, олар білет, конечно. Жаңағыдай жеңіл жасап жүрген, не знаю, енді менің мамашылар солай айтып келгенде мен таңғалатын тұғым. Қалай? Ол невропатолог, и ол моторлы специалист кім деп сізден сұрап тұр ма деген сияқты ше. Мен айтам, басқа невропатологқа барып көріңізші деген сияқты. И қазір невропатологтар өздері сондай диагноз жазды. Сондай диагноз пайда болды, ЗМР деген. Біз көп естеміз ғой, ЗПР деген сияқты диагноз, ЗРР көп естеміз да, ЗМР деген естімейміз негізі. А вот ЗМР это уже задержка моторного развития деген сөз да. Оны көп адам өткізіп алатын. Қимыл қозғалыстың тежелуі. Қимыл қозғалыстың тежелуі. Баланың жалпы негізі сөйлеуге дейін біз крупный моторика бар ғой, біз көбінесе акцентті мелкий моторикаға қояды. А бірақ сөйлегенге дейін бізде не бар, қимыл әрекет бар. Бала туыла салысымен ол мама деп сөйлемейді, естественно, туыла салысымен жүрмейді да бала. Бізде қандай? Бала туыла салысымен оны жүргізуге асығамыз. Тез, бәрі тез болу керек та. Ал бірақ жүруге дейінгі этап осы. Мен дәл қазір жұмыс жасап жүрген нәрсем баланы жүргізуге дейінгі этап. Баланың мүмкіндігінше уақытында аунағанға дейін баланың затқа фокус қойып қарауы. Мойнын бұрып баланың көзіне акцент қоямыз. Мысалға, 2 айлық бала маған келсе, мен онымен қараймын көзіне, и сен уже білесің, ол балада в будущем отставание болуы мүмкін или болмауы мүмкін. Потому что баланың жанарында фокус болады саған. Четко қарайды,
сен көрсеткен нәрсеге анализ жасай алады и сенің мимикаңа реакция бере алады. 2 айлық бала. А бізде 2 айлық бала ұйықтай беру керек, бесікте жата беру керек. Әйтеуір бар болды, ол түк түсінбейді, ол ештеңе істемейді деген сияқты. Мен қазір мысалы осы салада желательно 2 айға дейінгі балаларды солай қабылдаймын. Хотя бы ана баланың базовый нәрселері бар ма, жоқ па? Базовый рефлекстер. Вот онтогенез саласында өте маңызды нәрсе ол рефлекстер. Рефлекс деген нәрсе не? Оның өзі әртүрлі бөлінеді негізі. Врожденный и жаңағыдай условный деген сияқты да. То есть бала туылған кезде выживание үшін керек. Өйткені туыла салысымен бала өте ештеңеге қабілетсіз болады. Аллах тағаланың құдіреті ғой негізі. Баланың, сен жақындатсаң осылай, ол уже емуге ізденеді. Ол рефлекс, сосательный рефлекс. Или же сен баланы бетімен жатқызып қойсаң, ол былай тұншығып қалмау үшін басын жан-жаққа бұрып бастайды. Оған баланың ақылы жетпейді. Бірақ ол неосознанно баланың басының положениесі өзгергенге қарай, ол сондай дене солай реакция береді балаға. Ол сондай рефлекс. Дәл осы сияқты өте көп жүздеген рефлекстер бар. И ол рефлекстер біздің салада нақты бірнеше рефлексті қарастырамыз. И солар симметричны болу керек. Екі жақтама, оң жақ, сол жағында бірдей болу керек. И толыққанды көріну керек. 2-3-4 айында толыққанды көріну керек. Бізде кейбір балаларда ол болмайды да даже. И ол не үшін көріну керек? Өйткені бұл рефлекстер база. Анау баланың одан кейін жасау керек қимыл қозғалысының қайнар көзі былайша айтқан кезде. Егер осы рефлекстер полноценный болса, онда бала, еще оның ары қарай тағы жұмысы бар. Бұл рефлекстер полноценный болу керек. Одан кейін ол баланың өсуіне қарай жаймен деп күрделену керек. И осознанный қимыл қозғалысқа ауысу керек. И ол қимыл қозғалыс автоматизмге ауысу керек қой былайша айтқан кезде. Оның бәрі процесс. Мен кеше ғана баламды қарап отырмын да, жүру үшін 100 рет тұрған жар орнынан. Тұрады, құлайды да. И біз қазір жүруге ойланбаймыз ғой, жүріп кете береміз ғой на автомате. И бір жерге барып тоқтау үшін, бір опасный жерден өту үшін бір ойланып барып, бүйтіп ориентир алып өтпесек, а так біз жүріп кете береміз. Это уже автоматизм. А вот бала жүргенге дейін ана этапқа жету үшін кәдімгідей қиналады. Анау мидағы программа каждый раз новый нәрсені жасайды бала, құлайды, қайттан жасайды, құлайды, жасап көреді, соңында ол бір навыкқа айналады, и одан кейін уже автоматизм. Даже машина үйренген кезде біз не істейміз? Қиналамыз ғой басында, оң, сол, допустим, мен өзім қазір телефонмен жүріп ондай машина айдай алмаймын, мысалы. Вот жолдасым сөйлесіп отырып кете береді, допустим, да. Ал бұл жүру де дәл сондай сияқты. Басында бала әр нәрсені, не только жүру, аунау, отыру, еңбектеу, орнынан тұру, каждый этап балаға бір сондай новый бір белесті бағындыру да. А біздер оның көбінесе жаңағыдай 7-ге келгенше жерден таяқ жейді, ота тұрған ештеңе жоқ деген сияқты нәрселер бар ғой. Ұлдар жуас болады, кейін жүреді дейміз, иә? Ол нәрселер енді, менің оқырмандарымның өзі былайша айтқан кезде дәлелдеп тастаған деп айтсам да болады, жаңағыдай күледі да, Мөлдір ханым соған сеніп жүре береді екенбіз ғой деген сияқты ше. Задержкамен келетін қыздар да өте көп. Керісінше маған мысалы ерте бастан келіп, осы мотор антагонез базасымен ем алудың арқасында бір жасқа жетпей, вот менің өзім балам қазір 10 айлық. 10 айлық, денесі өте бос. Туылған кезде 10 минутқа бір сондай бір процесс болды да, қалай айтсам болады, 2-3-4 ай қатар босандық ше. И мен бір-бірлеріңізбен хабарласып тұрдыңыздар? Жоқ, қатар босандық бір неде родзалда. Гинеколог үлгере алмай қалды да, мені босандырды, балам жатқызды, жүгіріп анаған кетті, жүгіріп анау, пока бәрін босандырып маған келем дегенше, мен балам фиолетовый болып кеткен ғой, демалмай. Тесіп қоям, саусағын қимылдатады, қайтадан қимылдамай қалады. Тесіп қоям, қимылдатады, қимылдамай қалады. Мен қорқып тұрмын да, түсініп тұрмын, что ол сенеді. Но көмектесе алмай тұрмын да. И шақырып қоям, даусым ана өзі әлсіреп тұрсын ғой. Бір кезде гинеколог келді. Қалайсың Мөлдір деп, мен айтамын, что-то мынау көтеріп тұрған сияқты. И алдыда ойбай мынау деген деп көтеріп алып, сілкіп, ұрып кәдімгідей. И сол кезде барып шырылдап жылап, қайттан қызарды. То есть мынау процесс кәдімгідей анау баланың миында өте ауыр гипоксиялық жағдай болды уже.
ауа жетпей. Ол естественно баланың кейінгі развитиясына әсер етеді. Потому что мозг ары кетсе 6 минут шыдайды гипоксияға, ары қарай шыдамайды ғой. Вот сондай состояниеде туылған балам өте ауыр болды. Кәдімгідей ойлаймын, бір 2 айында ол салбырап жататын мясо сияқты, аяқ қолын көтере алмайды да. Мен өзім моторный специалистпін. Мен ойлаймын, блин, менің балам 3 айында басын көтермесем, не позор. Адамдарға қалай көрсетсем, мен баламды 3 айда ол аунау керек. Мен өзім айтып жүрмін, 3 ай мен 5 айдың арасында бала аунау керек. Аунамаса это уже патология, задержка деп айтамын да. А менің балам 2,5 айлық басын көтере алмайды әлі. Ну, мен максимум өзімнің білетін нәрсемді жасап жүрдім. Хендлинг бойынша мен өзім еще ойлап қоям, Аллах тағала бір маған специально жіберген шығар. Осы саланы меңгерсін деп. Өзіңді шыңда деп ше. Покажи себя деген сияқты нәрсе болады ғой. Қатты қорқтым шынымен. Сөйтем да, білетін хендлинг деген нәрсе бар. Хендлинг ол балаға баламен обращение жасау, дұрыс күтім жасау туралы искусство ғой былайша айтқан кезде. Баланы дұрыс көтеру, баланы дұрыс киімін ауыстыру, баланы дұрыс шомылдыру, жалпы дұрыс ұйықтату деген сияқты бар ғой. Оның бәрі өнер екен, оказывается. Сол нәрсені ғана істеп жүрдім. Массаж жасауға менің уақытым болған жоқ. Орталықта клиент, пациенттер қай уақытта жұмысқа шығып кетіп тұрсыз сонда? Босана салысымен 7-ші күні бір аптадан кейін менде уже вынужденно шығып кеттім. Мәжбүрлі болдым, потому что бір специалистім ауырып қалды, и оның балаларына қарау керек. Оның балаларының жағдайы, енді мен балам жаңадан туылды, там ана балалар уже жаңағыдай ауыр состояниемен, сол уақытылы көмектеспесек уақыт өткізіп аламыз. Өйткені күнде өсіп жатыр ғой. Күнде бала өсіп жатыр. Әрбір апта ол кәдімгідей уақыт, анау баланың нерв клеткалары өсіп жатыр. Жасап үлгермесең, сен теряешь просто, моментті терять ете аласың. И сол нәрсенің бәрін маңызын түсініп тұрғаннан кейін мен шығып кеттім жұмысқа. И сөйтемді бір аптадан кейін шашылып қалдым ғой. Денемді жинай алмай. Бірақ жаңағыдай балама тек хендлинг бойынша ғана жасадым. Оған массаж жасауға өзім уақытым болған жоқ. Потом мен түсініп тұрмын, массаждың ондай да бір пайдасы болмайтындығын түсініп тұрғаннан кейін оған акцент қойған жоқпын мен. Просто моторный антагонез, сол позаларға жатқызып қоям, қолым бос кезде. Қолым бос кезде баламды по хендлингу көтерем. И Аллахтан ғой, ровно 3 ай болды, 2 күннен кейін балам 2 жаққа аунайды ғой. Ұйықтап атып, даже инстаграмда стористарым бар, мақтанып көрсеткен. Потому что до этого қатты қорқып отырдым ғой, енді не болады. 3 ай дегенде балам мына жаққа аунайды, 5 күннен кейін екінші жағына аунайды ғой. Прям это идеальный процесс просто. 3 айда баланың бір жаққа аунауы, и ары кетсе бір аптаның ішінде уже екінші жақты да игере алуы. И я в шоке. Шүкір дедім ғой. Все, енді скорость деп айта аламын деген сияқты ше. Өйткені расымен де мендегі баладағы состояние ауыр болды да. Я ол ДЦП емес, ол прям жаңағыдай ондай ауыр состояниемен туылған жоқ, бірақ туылғаннан кейінгі процесс 10 минут. Одағы бір какой-то бір клеткалардың өлуіне алып келіп қалды да просто. А оны вот немен уходпен мен орын толтырып алдым. Біздегі тағы бір жаңағы бір акцент қоятын нәрсе недоношенный балалар, уақытынан ерте туылған балалар. Уақытынан ерте туылған балаларға бізде, мен негізі қазақта деп айтқан нәрсені ұнатпаймын да, бірақ шынымен де бізде сондай түсінік бар да. Бала ода тұрған ештеңе жоқ, жаңағыдай қуып жетеді. Не істейді? Жоқ, қуып жетіп алады демейді. Олар кішкене кеш дамиды деп айтады. Кішкене кеш дамиды, ондай балалар сәл слабылау болады, и, ну, типа, олар өзі сондай деп қоя салады деген сияқты ше. А бірақ мен ойлаймын да, қоғамға қалыптасқаннан кейін, сен уже тұлға болғаннан кейін, қазір біз екеуміз отырмыз да, маған ешкім айтпайды, допустим, мен недоношенный болсам, мөлдір сен сәл недоношенный болып туылғансың ғой, саған сәл кішкене жаңағыдай зарплатаны көбейтейік. Иә, саған кішкене жаңағыдай не деп айтам, жеңілдік береміз да, ал мына кісіде нормальный туылған, оған сәл мынандай нагрузка. Иә, нагрузка деген сияқты нәрсе жоқ қой. Қалыптасқан кезде, тұлға болған кезде ешкімді сен недоношенныйсың, сен андайсың деп бөліп жармайды. И тоже так же бала туылған кезде недоношенный балаларға керісінше еще больше акцентпен қарау керекпіз. Біз айтамыз, олар өзі онсыз да кеш дамиды, это нормально деп қарайды. Даже невропатологтардың өзі, педиатрлар солай айтады да, менің қарным ашатын нәрсесі сол. И аналар сол нәрсеге көңілі тоқ уақыт өткізіп алады. А менің орталығымда 7 айлық
6 айлық болып туылған балалар 1 жасқа жетпей тұрып жүріп жатыр. Специально сол үшін келіп оқиды мамалары. Бір қыз оқыды. Бір қыз оқыды менде. Бір қыз оқыды менде. Мен қазір обучениеға, то есть басында мен негізі аналарды оқыттым. Потому что енді массажистерге шығуға духым болған жоқ. Ондай бір жаңағыдай мен массажистерді көріп қорқатын тұғым, шынымды айтсам ше. Айтсам енді кәдімгідей андай не хейт болып кете ма деп те қорқам да. Хейттан қорқам, мойындай салайын, хейттан қорқам, көтере алмаймын. Мен үшін өте ауыр. Кез келген адам. Андай сол үшін көп нәрсені айтпауға тырысам да. Бірақ та енді мынау тема шығуға міндетті деп ойлаймын. Неге? Потому что медицинский образованиесі жоқ болса да, просто баласы үшін жаңағыдай оқып, массаж жасап, при этом уже былайша айтқан кезде айтады ғой, бір прикол сөз бар ғой, духқа тойып алғансың ба деген сияқты ше. Вот солай сөйлеген кезде мен өзім сеніп қаламын ғой ол кісілерге. Мә, шынымен ба, мен балам естуге бола ма деп. А вот уже олардың кішкене кухнясына кірген кезде шіріп жатыр да ар жағы. 10 баланың 1-2-інен ғана нәтиже шығуы мүмкін. Сол нәрсені айқайлатып көрсеткен кезде сен оған реально сенесің. А бірақ именно олардан қазір маған мамашылар келеді ғой енді. Мен ана жаққа барып келдім, 10 курсудан алып келдім, 6-7 курсудан алып келдім деген кезде просто обидно. Біріншіден мама уақытын өткізіп алды. Екіншіден қанша шығын кетті. Баланың уақытын сен қайтадан қалыпқа келтіре алмайсың. Қайтара алмайсың, өйткені нейропластичность деген нәрсе бар. Нейропластичность ол мынау жаңа айттым ғой, мидың кейбір клеткалары өлуі мүмкін. Бірақ пластичность 1,5-2 жасқа дейін, негізі 1 жасқа дейін 100% болады. 80-90% деп айтайын, 100% емес. Ал от 1,5-2 жасқа дейін ол 50%-ке түсіп кетеді. Вот 1 жасқа дейін біздер балаға максимум осы моторны антагонизммен көмектесіп үлгеру керекпіз. Максимум баланың табиғи өзінің мынау миында бар программасын еще больше сырттан балаға көрсетіп, ол нәрсені қайтадан есіне түсірткізіп, жасатып үлгеру керекпіз. И чтобы ол дальше ол нәрсені жаңағыдай автоматизмге алып кету үшін. Қазір мен бірінші мамашаларды оқыттым. Сөйттім де, өйткені жаңағыдай массажистерге шыға алмадым. Плюс мен өзімнен андай бір нәрсе болды. Мен всегда айтам, медицинское образованиясы бар адам, кішкене клиникалық мышлениясы бар адам, анау менің профессорым осылай айтқан, біздегі профессор хирургтан айтады да, аппендицитті ғана білген кезде дейді да, маған 100 клиент келсе, пациент келсе, бәрін жатқызып аппендицитін кесіп алып тастай беретін тұғым дейді да. Бірінші хирург болған кезде. И потом уже оқыдым, түрлі проблемаларды көріп, ана пациент келсе мен 100 түрлі диагнозды анадан алып тастау керекпін бірінші. Содан кейін барып аппендицит екеніне мен точно көзім жетеді дейді. Сол сияқты. Қазір мен жаңағыдай көзсіз баламен жұмыс жасайтын мамандарды дәл осылай айтатын едім. Толыққанды білмегеннен кейін смело айтады да, ана самом деле олай емес. Мен қорқам. Мен қазір қанша дауна баланы аяққа тұрғызып жатырмыз да, Аллаға шүкір. Қанша ДЦП бала кішкене де болсын. Өтірік емес, бір 3-4 бала болды бізде. ДЦП-ға риск уже осы жасқа дейін бала қимыл қозғалысы нормально болмаса, сіздерге уже ДЦП деген диагноз қоямыз. И вот сондай балалардың рискті снимали. Вот керісінше ауыр ДЦП балаларда біз жүруге, тұруға көмектестік. Еңбектеуге, кәдімгідей. И плюс осознанность бар ғой балада. Сол нәрселерді қайтаруға көмектестік та. И солай жүріп мамашаларды үйреттім. Уже ол нәрсені көрген мамашалар массажистерге барамай қалды. Өйткені жаңағыдай Қазақстанда 80-90% массажистер балаға пайдалы емес, керісінше зиянды гимнастикалар жасайды. Менің өзімнің балаларыма солай жасаған. Ол гимнастикалардың балаға ешқандай пайдасы жоқ. Керісінше мынау программирование деп жатырмын ғой, баланың миындағы программирование, поэтапный развитие, сол нәрсені сыламайды. Анау нәрселер. Кәдімгі сонда қимыл қозғалыс, біз білетін бұрынғы гимнастика өз пайдасы жоқ. Оның ішінде 100% демеймін, пайдалылары да бар. Бірақ именно керісінше баланың дамуына кері әсерін тигізетін нәрселер өте көп. Ол нәрсенің де зардабы олардан кейін балалар жаңағыдай еңбектеуі кешігуі мүмкін,
жүруі кешігуі мүмкін, отырған кезде арқасы круглый болып отыруы мүмкін деген сияқты проблемалар болады. Ол нәрсенің бәрін аналарға оқыттым. Енді аналар олай жасайтын массажистерге бара алмай қалды. И маған олар қолқа салды. Енді сіз оқытсаңызшы, біз кімге барамыз депші. Мен солай бір жарым жыл мамашалармен ғана жұмыс жасап жүрдім. Одан кейін барып біртіндеп уже қасыма 1-2 адам оқытып бастадым. Сіз қайдан оқыдыңыз? Ресейден оқыдым. Оқығаннан кейін оқып жүріп практика жасадым ғой мен. Менде қазір мен оқытып жатырмын ғой, енді таң қаламда адамдар осындай да жаңағыдай техниканы тез бере салыңызшы Мөлдір ханым дейді. Мен тез үйренейін деп. Оқи салайын, барайын да, лишь бы алдына келген баланы жасай жесем болды деген сияқты ше. И менде қалай оқып жүріп тура сол бір дауна баламен кезігіп қалдым. Анасына айтам, рұқсат етіңіз, жасап көрейін, бірақ білмеймін әлі. Вот в процессе оқып жатырмын, 1-2 ай болды, обучение 3 айға созылды. Обучениенің 1,5 айында мен жаңа баланы алам. И жаңағы мен оқып жатқан ұстаздың жетекшілігімен алып шығам ғой ана баланы. Дауна, обычно дауна балалар өте слабый болады, аяққа тұруы олардың өте кеш. 5 жастың өзінде дауна балалар аяққа тұра алмауы мүмкін, өйткені денесі, бұлшық еті әлсіз, буындары әлсіз, ол тонус өте төмен. Ана дауна баламаған 1 жас 3 айында келді, жерде жорғалап. И 2 айдан кейін, 2 курстан кейін уже бала 4 тағанда еңбектеуге шықты. Мамасы айтады ғой, 1 жыл бойына мен жасап кел жатырмын ғой дейді, жасатып кел жатырмын. Бірақ жаңағыдай бала әлі жаңағыдай. Осознанность жоқ балада, жаңағыдай төмен да, түсінігінің бәрі төмен. И 2 курстан кейін мен қалай жұмыс жасаймын, тек қана баланың қимылымен ғана жұмыс жасамаймын. Жаңағыдай фокус қоюына, осознанностьқа, түсінігінің қалыптасуына да жұмыс жасаймыз біз. Содан кейін бұның барлығы тек қана сол уқалау әдістері арқылы жасалынатын дүниелер ме? Мен орталығымды қазір фитнес-саби деп қойғанмын атын. Бәрі таңғалады. Не үшін фитнес-саби дейді да? Потому что балалар фитнес жасайды деймін да. Біз балаларға не істемейміз. Реабилитацияның негізі бір қағидасы бар, қатаң қағидасы бар, 2-3 қағидасы. Оның біріншісі, ешқандай бала қайталанып на автомате сен жасаған нәрсені қайталамайды. То есть сен баланы жатқызып қойып, просто бала үшін жасаған нәрсені бала ешқашан үйрене алмайды. Сен балағының өзіне осознанно жасату керексің ол нәрсені. Вот сол кезде ғана бала 1 рет қайталамауы мүмкін, 2 рет саған қарсыласуы мүмкін, 5-6-сында ол уже түсінеді, ана нәрсені ол жасау керек екен. Потому что натурально баланың миына заложенный ол нәрселер бар онсыз да. Ол просто жаңағыдай дұрыс емес күтім, біз ходунокқа салып қоямыз, бесікке былай тасқып байлап тастаймыз баланы да. Бесікке байлау дұрыс емес деп айтпаймын, просто бізде азынан кешке дейін бесікке байлап қоятындар бар. 1 жасқа дейін дейсіз ғой. Ұйықтайтын кезде байлауды мен окей, тербетілу, ол тоже андай бір мидағы вестибулярный аппараттың дамуына көмектеседі да, ол нәрсемен келісем. А вот енді азанда байлап кешке бірақ шешіп алу, түнде байлап таңда бірақ шешіп алу нет. Өйткені баланың буындары, бұлшық еттері ол қозғалу керек. Осы нәрселер баланың миын шектеп тастағаннан кейін бала просто потеряет жолын. А біз оны көрсетеміз. Моторды антогенез арқылы баланы определенный позаға қоямыз, определенный бір техникаларға қоямыз, положениеға қоямыз баланы. Бала сол состояниедан өз күшімен біз қалаған бұлшық еттерді қолдану арқылы шығу керек. Может, бір аяғын, бір қолын фиксировать етіп ұстап тұрамыз деген сияқты. Может, басын бір жаққа қаратып специально ұстап тұрамыз деген сияқты. Енді әр баланың диагнозына қарай ол нәрселер. И бала дәл сол нәрсені жаңағыдай біз күткен бұлшық етті қосып, ана положениедан шығады. Сол кезде бала еңбектеуді үйренеді, сол кезде бала отыруды, жүруді үйренеді. Осы техникалар. Дәл қазір мен мамандарға, массажистерге осы нәрсені үйретіп жатырмын. И то жаңағыдай тек қана мид образованиясы барларға. Бұрынғы алғашқы аналарыңыз қайтып келді ме? Аналарыңыз қайтып келді ме? Так,
түсінбедім сұрақты, қайтып айтыңызшы. Басында аналарға ғана үйреттім дедіңіз ғой. Сол Менде аналарыңыз қазір онлайн аналарға арналған курс ол бұрыннан бар. Ол жерде менің дәл қазіргі орталығымда жұмыс жасайтын мамандар аналарға кері байланыс береді. То есть біз аналарға курс сатып қана қоя салмаймыз да. Әр бала индивидуально ғой. Сол ана баласының видеосын жібереді, қалай қимыл қозғалыс жасап жатыр, видеоға қарап біз оценка жасаймыз, и мамашаға кері байланыс береміз. Дәл осы жаттығу жасау керексің, наным мынан жарайды, наным мынан жарайды деген сияқты. Мама оны жасайды, біз видеосынан қараймыз да, көбінесе қате жасалынады, жаңағыдай дұрыс емес жерін жасайды, тобығынан ұстау керек болса, башпайынан ұстайды деген сияқты бір біз, бірақ мынау жұмыста сол біз көрсеткен жерді ұстау маңызды. Өйткені ол определенный точкалар, жаңағы біз қалаған рефлекстерді оятатын точкалар, егер ол жерінен басылмаса, ол жерінен ұсталынбаса, біз қалаған движение болмайды просто. Мамашалардың қателігін түзейміз. И шынымды айтайын ба, біздің орталыққа мысалға 10 күнге, 15 күнге келеді да кейде балалар толыққанда нәтижеге жету үшін. А вот онлайн курстағы аналар 5 күнде, 10 күнге жетпей нәтиже шығарады. Неге? Өйткені маманың бәрібір балаға махаббатпен жасаған нәрсесі басқаша болады. Екеуінің арасындағы көз көрмейтін байланыс қой енді. Махаббат, мен соған мейірім. таң қалдым ше, шынымен. Басында мамалар ойлайды ғой, мен жасай алам ба, мен қорқам деген сияқты. Өздеріңіз көрсеңіздерші деп, сіз жасағаныңыз дұрыс, Қызылордадан сізге барамыз, маған келеді Маңғыстаудан, Астанадан сізге келеміз деп. И мен андай түсініп тұрам да, үйіңде отырып жасай аласың, жаным, сол отыра беріш, үйіңде жасап көрші просто. Жіберші баланың видеосын. Енді правда қазір барлық мамашаны олай отыруға уақытым жоқ, бірақ енді қыздарға айтам, түсіндіріп көріңдерші, максимум. По идее өзі жасай алады, үйінде отырып. И шынымен үйінде отырып емдеп алады. Сіздің парақшаңыздан жаңағы қисық мойынға байланысты нәтижені көрдім. Біз бала кезімізде біздің ауылда да қисық мойын балдар болды. Енді ауылда өскеннен кейін оларды кейде келемештеп мазақтап жататын. Бір жағына қарай қисайып қалған ол бала кінәлі емес. Қисық мойынмен туылады ма, ол солай қалады ма, түбегейлі 100% арылуға болады ма? Жаңағы мойнына кигізетін ортопедиялық неше түрлі көпшік дейміз, жастық дейміз, браслет сияқты дүниелер көмектесе ме, жоқ әлде тағы да қосымша не істей алады? Больная тема дейінші. Қисық мойын мен өзімнің қызымда болған. Болды. И мен массажистен сұрайым. Жаңағы тоже бұл да бір екінші мен үшін ауыр тема, массажистің медобразованиясы жоқ. Мен сұрайым, неге менің қызым бір жаққа ғана қарайды? Мына жаққа көп қарайды, мына жаққа қарағысы келмейді. И ол айтады, іште жатқан кезде болып қалған ғой, өзі солай болып қалған ғой, кетеді, өзі кетіп қалады, өзі солай кетіп қалады дейді. И мен мүмкін медобразованиясы жоқ, әшейін мамаша болған кезінде мен сенермедім ол нәрсеге. Менің просто ана нәрсеге қарным ашты. Қой, қалай ол өзі кетіп қалады? Жалпы адамның организмінде бір проблема пайда болса, өзі кетіп қалмайтынын мен білем ғой енді. И сөйтем да солай ізденем, қарайым. Содан кейін барып оқыдым ғой осы нәрсе негізі. А вот кривошея, қисық мойын, шығу процесі әртүрлі, пайда болу процесі әртүрлі. Қалай пайда болуы мүмкін? Врожденный болуы мүмкін, туылғаннан. Ол жаңағыдай, егерде егіздер болса, анасының құрсағы тар болатын болса, маловодье деген нәрсе бар. Анасының құрсағы тар болатын болса, немесе ыңғайсыз жатып қалған бала болатын болса, бұл бір туылғаннан, сол құрсақта жатқан кезде именно стерноклетомастодиоз деп айтады, сол мышца толыққанды жетілуіне мүмкіншілік болмайды. Екінші нәрсе туылу процесі. Туылу процесінде түрлі проблемамен туылады. Мысалға, анасы толық күшене алмауы мүмкін, бала шығуы қиын болуы мүмкін, малы тазда бала келіп до конца шықпай тұрып қалуы мүмкін, прям баланың басы бір жағына қарай қисайып тұрып қалса, бір жағында қатты созылып, екінші жағы спазмдалып, солай туылады бала. Сондай процесстер болуы мүмкін. Немесе вакууммен тартып алған кезде бір жағына зақым келген сияқты, бұл туылу процесінде болатын патологиялар. Ал көбінесе туылғаннан кейін болады. Өйткені жас ана балаға қалай қарау керек екенін білмейді. Жаңа мен айттым ғой, хендлинг заңдылығы, баланы екі жақтама көтеруіміз керек. Баланы екі жақтама емізуіміз керек. Баланы ұйықтатқан кезде желательно екі жаққа бірдей қаратып ұйықтатуға тырысу керек. Мысалға, бір күнде 4 рет ұйықтайды бала. Bir ұйықтатқан кезде бір жағына қаратты. Кей балалардың басы да қисық болады, бір жағына жата бергесіне. Неге? Өйткені жаңағыдай әрбір баланың өзі любимый сторонасы болады. Бүйтіп ұйықтағанды жақсы көреді, ол просто болды.
И ол осылай ұйықтаған кезде, жаңа мен рефлекс деп айттым ғой, сол жаққа қарай қараған кездегі басының АШТР деген рефлекс бар. Сол нәрсені ашып айтып кете салайын. АШТР деген рефлекс, ол баланың басы осы жаққа қараған кезде, оның қарап тұрған жағындағы қолы созылады, аяғы созылады, и қарама-қарсы бөліктегі қолы жиырылады, аяғы жиырылады. Вот сол позаны бәрі білет, новорожденный балалардың бәрінде болады, өйстіп ұйықтап жатады балалар. И бұл ашнин емес, уже рефлекс, уже тонус бір жақта накапливается, бір жақта бос. Осыны қарауға болады. Енді бала, мама, ол өзі соққа қарап ұйықтағанда жақсы көреді деп, все время сөйтіп бала ұйықтай беретін болса, считайте, все время бір жақтық рефлекс, бір жақтық мойынның қарауы. И бұл жерде тек қана бас емес, мынау теланың мына жақ бөлігі осылай қисаяды. То есть бізде не бар? Поза банана деген диагноз бар. Оны даже қазір дистония деп айтамыз. Оны көп адамдар білмейді. И вот сол диагноздың пайда болуының алғы шарты. Сколиоз. Сколиоз осыдан кейін пайда болады. То есть бала әлі, балалар как не сияқты ғой, пластилин сияқты ғой. Бір жасқа дейін бұл нәрсені бәрін түзеп жіберсең, все нормально. 5-6 жасқа дейін ешқандай балаға сколиоз деген диагноз қойылмайды негізі. А вот уже мен қазір орталыққа келіп жүрген 5-6 жастағы балалар келеді. У всех начальная стадия сколиоза. Потому что барлығы осы дистония кезінде, барлығы бала туылған кезде анасы бір жаққа қарап жатуын түземеген. Вот содан бізде ең бірінші АШТР рефлексінен кейін жаңағы кривошея пайда болады. Туылғаннан кейінгі пайда болатын нәрсе бірінші себеп осы. Екінші себеп қолда дұрыс көтермеу. Анасы былай тек қана бір жағымен ұстап емізетін болса, оның өзінде баланың басы кішкене былай емеді ғой. Все уже. Все время мына жаққа қарап емеді, и мына жағы созыла береді, мына жағы қысқара береді. Оны сен байқамайсың просто. А ол солай пайда бола береді. Ойланатын былай қарағанда. И сол үшін көбінесе біз еще бүйтеміз ғой. Баланы бір қолымызға осылай ұстап аламыз. Шешемізде бір қолымызбен жұмыс жасап жүреміз. Оң қолымызбен тамақ істейміз. Баланы бір қолымызға ұстап аламыз, телефон ұстап отырамыз. Оның бәрі бала сенің алдында жатқан кезде басы былай ровно жатпайды. Саған қарай кішкене бүйтіп жатады. Мына жағы сәл ашылып жатады да, мына жағы сәл қысылып жатады. Болды, бітті. Сен оны 20 күн солай көтерші, балада уже қисық мойын болады. Сондай да. Сол үшін әрбір ана негізі жоқ дегенде хендлингті білу керек. То есть хендлинг, хенд деген сөзден шығады. Қол. Қол күтімі ғой енді. Балаға күтім жасаудың дұрыс екенін білу керек. Қалай дұрыс күтім жасауды білу керек. Одан кейін барып уже осы қисық мойынның алдын алуға болады да, сол арқылы. Осылай негізі 80% қисық мойын туылғаннан кейін пайда болады ғой. Жүре пайда болады. Оны емдемесек, бастың положениясы қисайып тұрады. Көбісі айтады, жаңағыдай, өзі кетіп қалады. Кішкене ғана түзейді. Кетпейді, қыз емес қой дейді. Массажбен кішкене түзейді, сөйтеді, анау до конца түзелмейді, сәл қалып қояды. Бірақ адамның организмі ол ақымақ емес. Организм өте умно жасалынған ғой. Біздің көзіміз всегда горизонтта тұрғанды қалайды. Мысалы, сіз өзіңіз қазір маған ровно қарап отырсыз. Сіз маған былай қарағыңыз келмейді, басың айналып кете ма, сондай бір түрлі бір нәрсе болады. Неудобно. Телевизор көрсек те біз қалай көреміз? Бүйтіп телевизор көрмейміз, егер жататын болсақ. Былай басымыз түзеп аламыз да, сосын телевизор көреміз. Өйткені көз горизонтально ровно тұруға әрекеттенеді всегда. Егер баланың басы осылай кішкене қисық болатын болса, онда ол бала осы қисығымен жүре бермейді. Былай теланы былай не істей алады. То есть бас қисайғанмен денені былай дұрыстап алады да, бас қисайып тұра береді, бірақ тело соған подстраивается. И получается, арман қарай не болады? Дене қисайып бастайды. Өте көп бұндай балалар. Кривошеяны, қисық мойынды мүмкіндігінше 4-5 айға дейін түсу керек. Неге? Өйткені мынау мойын деген бір комфортный жер емес та, бала массаж жасауға саған бермейді ол жерді. Өзіңде бүйтіп ұстағанда қытығың келеді, неприятно, самый сезімтал орын. Бездер бар, ауыртады дегенде. Бездер бар, ауыртады, нерв талшықтары өте көп. Бізде өте үлкен қателік жасайтын. Тура осы жерді қызартып тұрып массаж жасау, созып, тарту, еще ол жерге байланып қояды, байлақ қояды. Қисық жағына қарай не істейді? Енді оны кәдімгі курс қылып сатады ғой. Шүберек байлай ма не істейді? Пеленканы курсында үйретемін қалай екендігін деп тұрып айтқан кезде мен айтамын, енді
кеудеміз сайрап тұр ғой, үйреткің келеді, айтқың келеді, бірақ жаңағыдай дұрыс нәрсе болса, күшті да ол, дұрыс нәрсе болса, ол күшті, мен ол нәрсемен қосылам, білгеніммен бөлісу керек. Аллах тағала ол білімді, ол нәрсені саған жайдан жай бермейді, бірақ ол правильно болу керек та, ешкімге зиян тимейтіндей. Вот пеленканы қалай істейді? Әдемілеп орайды, сөйтеді да, түйін қылып бір жағын байлайды, баланың көп қарайтын жағына қарай түйін қылып байлап қояды, сонда ол жағына түйініне қарамайды да, мына жағына қарай қарайды деген түсінікпен ше. То есть бұл фиксация. Ал бұлай ақылмен қарасақ, біз фиксациямен қимыл қозғалыстағы жерді емдей алмаймыз негізі. Мүмкін түзейтін шығармыз, бірақ до конца движениеға келтіре алмаймыз. Потому что фиксация есть фиксация, ол уже ем емес та. Бір жағынан, екінші жағынан как бы маған бір издевательство сияқты. Баланы қылқындырып сен байлап қоясың. И маған солай байлаған мамашылар келеді ғой. Я қызым кәдімгідей андай беті қызарып, қиналып кетті деп ше. Көп жылап сөйтіп кетті, сосын кейін шешіп тастадым, жүрегім ауырып кетті деп та. Маған өзі келетін аналардың өзі сондай балаларын анау-мынау жылауға бермейтін мамалар келеді. Мен айтамын ғой, осы басқа жаққа, жаңағы басқа массажин центрлерден, массажистердің істеп жатқандарын көресің ғой, баланы былай жұлқып, қалай шу болып жатыр ғой енді әлеуметтік желілерде, иә? Иә, қып-қызыл қылып баланы шырылдатып тұрып жасап жатқан кезде, мамаша спокойно видеоға түсіріп отырады ғой, біз массаж алып жатырмыз деген сияқты. И мен қараймын да, бізге келген аналар десе баласы, ойбай көтере тұрсам бола ма дейді да. Мен айтамын, осы бізге қандай мамалар келеді, кәдімгідей вот реально адам қандай болса аудиториясы сондай дейді ғой. Менің аудиториям сондай, такие осознанные, прям баласын артық жылауға бермейтін, баланың эмоциясын сыйлайтын бір сондай мамашалар да. Вот кривошеяны немен емдеуге мүлдем көнбейді. Келеді. Өзіңіздің балаңыз қалай қазір жаңа? Жақсы. Сол бір жасқа толған жоқ па, толды ма? Мен негізі екінші қызымда оқыдым оны. Екінші қызым осы баламмен жасты кезінде оқыдым, 4-5 ай кезінде оқыдым. Аллаға шүкір, ол да бәрі жақсы қазір. Бірақ бір өкініш бар, мен уақыт өткізіп алдым. Бір нәрсеге. Ол не нәрсе? Мен қызым туылғаннан маған қатты болезненный тема, өйткені уақыт өткізіп алу әрбір ана үшін негізі больно да. Мен қызым туылған кезде көрдім, что оның екі аяғы екі түрлі екен. Дисплазия бар. Дисплазия бар, иә. Екі аяғының биіктігі, ұзындығы екі түрлі. Енді сен өзің білетін болғаннан кейін, жаңағыдай қарайсың да, сразу сызықтары сәйкес келмейді. Сызықтары сәйкес келмейді, жамбасы сәйкес келмейді, и аяғының ұзындығы сәйкес келмейді. Бір аяғының кішкене ұзын. Соны көремде, баламның 40-нан шыққанша әрең шыдаймын ғой. Сөйтемде барамда массажист шақырам. И массажист шақырам, массаж жасаттым, 6 айына дейін 5-6 курс массаж алдым. Сөйттім де 6 айында қызымды рентгенге апарып түсірдім. Енді мен емделді деп ойладым, болды, 6 ай болды, мен 6 курс алдым. И ол массажға қалай бардым мен, мысалы, жаңағыдай үлкен қызымды арқалап алып екеуімен жүретін тұғым. Ол кезде біз еще Қызылордада болдық, Қызылорданың желі бар. Айта алмаймын. Ана бір тауқымет қой кәдімгідей, қызымдағы лишь бы дисплазия емделсе екен деген. Сөйтем да 6 айдан кейін барған кезде подвывых с обеих сторон деп береді ғой маған. Екі жағында да дисплазия бар деп береді ғой. И мен шок болып қалдым кәдімгідей. Менің 300 мыңға алған массажым қайда кетті? Мен анау 5-ші этажда тұрдық ол кезде еще. Екі қызды 5-ші этаждан лифт жоқ қой. Екеуін арқалап түсесің, арқалап шығасың. Анау тауқымет көз алдынан бүйтіп өтті ғой. Жыладым ғой кәдімгідей. Қазір мысалға массажистер бар да сондай. Не істемесе де, қалай айтсам болады, негізі дисплазияны шинамен емдейді. Фиксациямен емдейді. Травматологтарға бару керек, е? Жоқ. Біздер емдейміз, массаж жасаймыз, определенный ЛФК-сын жасаймыз, сөйтеміз де, содан кейінгі эффект сақталу үшін бір, екіншіден ұршық орнына кіріп, ана ұршық кіргеннен кейін айналасындағы связка, байланыстыратын сіңірлік аппараттың барлығы қалыптасу үшін фиксациялаймыз. Аяқты талтайтып байлап қою керек. Ал жаңағы ұршық орнына келу керек қой. Иә, ол кіру керек орнына. Оның кіру оңай емес, кіру мүмкін, ол қайтадан шығып кете береді. Кіреді, қайтадан ойнамалы болып қалады. Үлкен апалар бар ғой, үйрек сияқты жүретін. Солар дисплазия. Оның бәрі дисплазияның салдарынан. И вот қазір мысалға массажистер бар ғой, 5-6 курстан шинасыз ақ мен сенің балаңдың дисплазиясын емдеп беремін деп айтады да. Енді ол вот реально маркетинг.
Олай болмайды, олай біз емдей алмаймыз просто. Мен өзімнің қызымның басынан өткенмен күшті массажистке алып барғам қызымды. Сосын не істедіңіз сіз қызыңызды? Біріншіден күшті массажистке алып бардым. Сөйтсем да ол массажисттен кейін остеопатқа алып барам. Вот қазір одан кейін осы теманы айтудан кетпейін деп массажистке алып барам. Одан кейін тағы бір кісіге алып барам. Ол кісі айтады, нет, ешқандай дисплазия жоқ. Ондай бәрінде болады, нормально. Шина кигізбей қойсаң болады. Екі аяғы болып түзеліп кетті деп ше. Сосын енді мен де ол кезде жасанамын ғой, әлі массаж оқымағанмын ол кезде. Қызым уже 6 айлық болып жатыр. Жарайды дедім, енді ана кісілер неше жыл опыты бар адамдар, жаңағыдай медобразованиясы жоқ центрге барғаным ғой, просто медобразованиясы жоқ маманның центріне барам, и ол маған өзі остеопат, балаңда ештеңе жоқ, нормально, шина кигізбей қой деп айтты. Әйтпесе ол шинаны Астанадан алдырғам, өзім Қызылордадамын, Астанадан сол подушка фрейка деп аталады, Астанадан алдырдым, потому что басқа жерде болмады. Бір жағынан бізде мынандай бір түсінік бар да, баланы талтайтып кигізіп қою бір ар санайды ғой адамдар, бір позор сияқты ше. Сөйтіп сол нәрседе бір жерімде тұрды да, кигізгім келмей бір намыстанып, жолдасым вообще қатты намыстанды ол нәрсеге. Сөйтеміз де кигізбей қойшы деп жолдасым сөйтті. И ана кісінің кигізбей қой, бәрі нормально деген сөзі бар. Сонымен кигізбей қойдық. Қазір ол дисплазия ешқайда кетпейді. Ол емделмейді уже. Ол сол күйінше қалады. Баланың бір аяғы ұзын, бір аяғы қысқа күйінше болды. Сен оны ештеңемен емдей алмайсың. Қандай супер-пупер массажист болсаң да, супер-пупер ортопед болсаң да, аяғын сылтып басады ма сонда? Сылтып баспайды. Ну, былай шалған кезде тяжелый емес, нормально жүреді, нормально не істейді. Бірақ ол болашақта коксартроз қалып келеді. Қашалады. Последствиясын білем да, уже сол үшін маған больно да. Ертең қызым мысалы босанған кезде жамбасы шығып кетуі мүмкін. Босанған кезде ол жүре алмай қалуы мүмкін. Жүкті кезде бір аяғын баса алмай қалуы мүмкін, өйткені нерв қысылып қалуы мүмкін. 50 жасқа жетпей коксартроз болып операцияға түсуі мүмкін. Ана жерге ұршық қою мүмкін деген сияқты нәрсесін білгеннен кейін маған ауыр. Маған плачевный нәрсе, что мен өзім 7 жылдық медициналық образованиясы бар маман воп-терапевт бола тұра, медициналық образованиясы жоқ адамдарға сеніп, бірнеше рет дейсіз ғой. Иә, қызымды өткізіп алған ше. Енді смирилась, конечно, қабылдадым, окей, енді жүре тұра көреміз. Бірақ қазір қызымның по биомеханике деп айтады ғой, биомеханика бойынша жаттығулар жасатам, ол алдын алады. Жаңағы проблеманың алдын алып, бұлшық еттердің баланспен жұмыс жасауына көмектескеннен кейін балада ол проблема дольше. То есть тез емес, кейін болуы мүмкін, или мен полноценно алдын алуы мүмкін ол нәрсенің ше, коксартроздың. Вот сондай нәрсе. А так өзімнің қызымның уақытын солай өткізіп алғанмын. Сол үшін мен қазір андай адаммын ғой. Жаңағы 7 күнде шығып кеткенім сол ғой менің. Ешкім уақытын өткізіп алмаса екен деп, мен шырылдап, андай көрсем болды емдеуім керек деп жүрем да. Өзімнің состояниеме қарамай ше. Жұмысыңыз қалай? Шаршамайсыз ба? Шаршайсың. Энергияны қайдан аласыз? Өліп шаршайсың деп па? Энергияны қайдан алам? Энергияны нәтижелі балалардан аласың. Мысалға, аналардың алғысынан аласыз, иә? Жылап жазады ғой. Менде WhatsApp деген толыққан ондай нәрселерге ше. Анандай, даже менің қазір орталықтағы қыздар, біздер 1 сағат жұмыс жасаймыз. Андай 20 минут, 15 минут емес та. Кеше бір нәрсеге... Бір баламен 1 сағат. Иә, кеше бір нәрсеге қатты жылағым келді ше. Шынымен қазір өзінде. Көзің жылайын деп тұр. Иә, жылайын деп тұрмын. Жоқ, шынымен қатты жылағым, жыным келді да, шынымен былай қатты ашуым келіп жатқан кезде. Ондай қатты властный адам емеспін негізі. Иә, ол нәрседе бар да. Анау бар ғой, талант бар, таныс жоқ деген нәрсе бар ғой. Мені көтерген негізі аналар. Менен нәтижеге жеткен аналар шырылдап, маған массажистер келіп оқып жатыр ғой. Оларды жіберген олардың мамалары, олардың клиенттері. Надан бар оқыш деп жіберген. А то мен ешкім мойындамады ғой кезінде. Сен кімсің? Өйткені мен Инстаграмда былай құдай сияқты сөйлей алмаймын. Жаңағыдай өйтіп жіберемін мен, бүйтіп жіберемін мен, бірдеңе деп айта алмаймын, өйткені бәрі Аллахтың қолында. Мен білмеймін да. Я, мендегі техника очень крутая техника. Бірақ я не уверена, қай баланың миы қаншалықты ол нәрсені алып кетуге қабілетті, қабілетсіз екендігін ешкім білмейді.
Сол үшін мен ешқандай анаға 100% надежда бере алмаймын, бірақ жасап көрейік деймін. Жасап көрейік. Вот недавно синдром Даунамен келді бала, 6 айлық. Мамасы алып келді. Менде прием 10 000 теңге. Мен андай адамдардың ақшасын аяймын ғой ше. Айтам да мамашаға, анау бара беріңізші. Менің орталығымдағы қыздарға бара беріңіз. Оларға мен айтам, мен көрсетіп берем, солай жасасын. Жоқ, Мөлдір ханым, сіздің істегеніңіз керек маған дейді. Енді мен ойлап тұрмын да, синдром Дауна 6 айлық бала как мясо, просто жатыр. Көтерілмейді, ештеңе істемейді. Сен көрсеткен ойыншыққа да қарамайды бала. Анамен ұзақ уақыт жұмыс жасау керек екенін түсініп тұрмын да мен. И представь, 10 000 теңгеден оның бір өте көп ақшасы кетеді да. Сосын мен хотя бы 5 000 теңгелік приемға барыңыз, ол да дәл сол нәрсені жасайды деп айтамын ғой. Ана жоқ деді, мен сізден аламын. Не болса да мен сізден аламын деді. Үйім сатсам да, в общем, сізден аламын деді ғой, риза болдым. Сосын жарайды дедім, жасайын. Аллахтан ғой, енді барыңды жасап барасың ғой, дұғаңды етіп, дәретіңмен жасап ше, балаларға жұмыс жасаған кезде, өйткені шипа сенен емес екенін білесің да. Каждый раз намаз оқыған кезде ана балалардың атын атап тұрып дұға етемін мен бар ғой. Аллахым, мынау бала үйтіп кетсін, мынау бала сөйтіп кетсінші, пожалуйста деген сияқты ше. 5 күн жұмыс жасадым. 5 күннің ішінде бала басын көтеріп бастады. Мамасы кәдімгідей үйде басын көтеріп былай-былай қарап жататын болды дейді. 5 күн. Даунамен 5 күнде ондай нәтиже шығару, мен ондайға көрмеген өзім, ондайға жетемін деп ойлаған жоқпын. И мен не істесем де былжырап жата беретін бала, уже 5-ші күні жасасам қарсыласады, қолын тартып алады, жақтырмайды, жылайды, кәдімгідей. Сауап жібермейді дейсіз ғой. Кәдімгідей қарсыласады бала. Уже реакция пайда болды. Не үшін? Қалай? Себебі ана мамасы ерте келіп тұр ғой. Баланың миында пластичность әлі больше. И сен жасаған нәрсені тез қабылдайды бала. И тез не береді. Вот осындай, сол кезде мамасындай кәдімгідей не істеп отыр да, толқып бүйтіп отыр да, мамасының көзінен көресің ғой ол нәрсені. Сол үшін шашамайсың. Мысалға мен 5 бала, 6 бала қабылдап шығасың ғой, шыққан екен таласың ғой. Шаманға келмей қалады да. Бірақ баламен жұмыс жасатқан кезде қайдан күш келеді білмейсің. Прям андай өліп талып жасайсың. Өйткені біз андай отырып алып массаж жасамаймыз ғой. Мен отырып алып массаж жасаған тағы не үшін жасай алмаймын, мен ұйықтап қаламын ше. Ұйқым келіп кетеді да. Бүйтіп кете беремін, өзім күлкім келеді. Энергетикаңыз сіздің жоғары волнада. Мен движениядан аламын. Движение өте қатты жақсы көремін. Өзім максимум қозғалғанда, жаттығу жасағанда, жүргенде да. И вот балалардан біз кеше бір прикол болды. Массажистеріміздің киімдерінің тізесі шығып кетеді да. Реально, потому что баланы былай тоңқаясың, былай отырасың, былай тартасың. Ана баланы лишь бы еңбектету керексің. Лишь бы тұрғызып жүргізу керексің. Разный техника жасаған кезде саған ұйықтап қалуға возможность жоқ. Бір, екіншіден шаршауға возможность жоқ. Баланың любой позасын уловить етіп алып, қағып алып, сен баланың денесін конкретно тану керексің, түсіну керексің да. Бұл бір өнер ғой. Мен шынымен де қатты ұнайды, бұл нәрсені айтқаннан шаршамайсың ғой. Денесін ұстап тұрған кезде сен уже түсінесің да, баланың қай бұлшық еті примерно қаққа қарай кетейін деп тұр, хоппа, сол қолын ұстап аласың. Бала примерно қай движение жасайын деп тұрғанын түсінесің да, сразу сол положениеға қоя қоясың. И ана бала в принципе саған қарсыласып тұр, но ол жаттығу жасап жатыр. Шаршайсың, су терге түсесің. Маған келген толық қыздар асып кетеді. Өйткені қозғалыс. Сөйтеді да асып кетеді, и тізелері шығып кетеді киімдерінің. Кеше бір андай прикол шықты ғой. Иә, екеуі бір-біріне қарап тұрады. TikTokта соны түсірген ғой қыздар енді орталықта. И мен массажистің тізесін деп шығып кетті да. Тізең шыққанша еңбек еткің келсе бізге кел демейсіз. Анау не істеп жатыр ғой, комментарийлер жазып жатыр да, жаңағыдай массажистіңнің тізесі 2 метр алға шығып кетті ғой деген сияқты ше. Мен айтам, енді біздің қыздардың тірлігімен ол тізе 4 метр алға шығып кетуі мүмкін еді деймін да. Сосын қыздар жаңағы ол нәрсе негізі комментарий жазған кезде де абайлап жазу керек деп па. Ана қыз жаңа тізе шығып кеткен қыз сразу өзіміздің чатқа жазып отыр да, Мөлдір ханым, ұяттан жерге кіріп кетейін деп жатыр, мөте салайықшы, бүйте салайықшы. Мен айтам, нормально. Басқа трик алып беріңіз деп жатыр ма? Жоқ, киімдер бар ғой негізі, біз андай логотип жапсырамыз деп ұзақ күтіп қалдық та, әлі жүрміз сол новый киімдерін кимейші. Мөлдір ханым, пожалуйста, новыйды киейікші дейді да. Айтам, Зарина, қазір мен күшті комментарий жазамын, тұра тұр деп барып жаңаға комментарий жазып жатырмын ғой, енді как поддержка ретінде күледі да.
Әйтпесе ана қыз уже соған бола енді ыңғайсызданып қысылып тұр ғой. Біз сыртқы келбетке, сыртқы назарға көп мән береміз ғой, визуально қабылдағаннан кейін. Сондықтан сіз оған өзіңіздің жетістігіңізбен мақтаныңыз деп айтып қойыңыз, менен де сәлем айтыңыз, ешқандай уайымдамаңыз. Ең бастысы тізеңіз шығып кетсе де, аналардың сізге деген алғысы көп болсын. Ал Мөлдірдің арманы қандай екен? 10 жылдан кейін өзіңізді қандай деңгейде, қандай Мөлдір қылып елестетесіз? Арман өте көп негізі. Жалпы дәл осы сұрақты маған 2 жыл бұрын психолог қойған. Неге? Өйткені менде бір таңдау болды да. Бір жұмысқа кіру керек болдым. Бір беделді кісі кір сол жерге, жасамасаң болмайды деп тұрды. Но как бы ол кісінің алдында бір қарыздар ретінде бір-екі нәрсем болған. Соны бір өзім қарыздар ретінде сезініп тұрдым да, отказ бере алмай тұрдым ше. Бірақ жаныңыз қаламай тұр. Бірақ жаным қаламай тұр. Осы саланы енді бастап жатқан ол кезде. Мен көріп тұрмын, қанша бала зардап шегіп жатыр, зиянды нәрсені алып жатыр, қанша бала уақытынан өткізіп алып жатыр. Менде күшті нәрсе тұр. Мен әлі оны былай ешкімге жеткізіп үлгермедім. Мен ана жаққа барсам ол нәрсені жасай алмаймын. Сөйтіп жылап жүрмін, енді анаған отказ бере алмаймын. Бірақ өзім ананы жасағым келіп тұр. Сөйтіп қатты потеря болған кезде өмірімде бірінші рет психологпен сөйлескем. Психолог айтады: Мөлдір, жарайды, тасташы, қазір болып жатқан нәрсенің бәрін таста деді. 10 жылдан кейін өзіңді қалай көресің дейді ғой маған. 10 жылдан кейін деді ғой деп шатаспасам. Да, 10 жылдан кейін деп айтты. Жоқ, 1 жылдан кейін деп айтты. Просто 1 жыл деді. 1 жылдан кейін сен қандай Мөлдірді көресің дейді. Мен айтам, ол кезде уже Мөлдірдің блогы дамыған, өзі дамыған, клиент оған таласып келеді, алдына келген баланың бәрі өстеді, уже оның орталығы бар, қасында 2-3 командасы бар, осындай деп айтып жатырмын, тоқтата алмаймын ғой өзімді. Айтып жатырмын да, сосын кейін бәрін айтып болдым, жарты сағат айтқан шығар маған арманымды. Сөйтіп тұрып айтады да: болды, алдың сенің вообще бұлыңғыр емес қой, сен бәрін четко көріп тұрсың дейді да. Неге сен ана нәрсеге бас қатырып тұрсың дейді да. Таста бәрін, арманыңды істе давай дейді да маған. Я такая: а разве так можно? Бола ма? Деген сияқты. Ол айтады: я, Мөлдір, сен даже болады ғой адамдар ары қарай не істеу керек екенін білмей отырады. Сенде четкий бәрі дайын тұр. Сен уже бәрін білесің не істеу керек екенін. Алға баса бер. Болды. Вот 2 жыл, вот реально 1,5 жылдан кейін орталық аштым. Орталықта пациенттерге үлгере алмай адамдарды оқыттым. Олар қазір үлгере алмай, уже мысалы мамашылар қаладан аш, өйтпейді, аналар қолқа салады ғой, біз сізге бара алмай жатырмыз, мына жақтан ашыңызшы, пожалуйста, өйтіңіз, сөйтіңізші. Инстаграмнан менімен бірге 2 ай, 3 ай оқиды менде адамдар. Обычно массаж 2 апта оқытады ғой, мен 2 ай оқытам. 1 ай сопровождаю, то есть 2,5-3 ай уақыттар кетеді менде полный оқып өту үшін. Менде оқып... Демек, Шымкентте барып, сол жерде жату керек, иә? Менде жаңағы менен оқыды деген менің қасында түскен дипломы бар массажист істейді қазір аналар. Шететта соған барып жазылады. Сөйтіп еще алып болғаннан кейін маған айтады: Мөлдір ханым, вот сіздің мына шәкіртіңізден алдық, типа рахмет, шәкірттеріңіз көп болсын, анау деген сияқты. Білмеймін да ғой, олардың ондай болып жатқанын, осындай кері байланысынан көрем да. Сіздің клиенттарыңыздың көбісі сізден нәтиже алған аналардан естіп келеді. Ал Инстаграм құралы сізге клиент, пациент әкелуге көмектесіп жатыр ма? Жоқ, әлде тек жеке тұлғалық дамуыңызға көмектесіп жатыр ма? Инстаграм негізі өте үлкен мүмкіндік қой, иә? Ол Инстаграм бойынша да қазір Аллаға шүкір келеді. Клиенттер басында енді мен ешкімім болмаған кезде, бұл салаға былайша айтқан кезде тыр жалаңаш дейді ғой. Солай келген кезде мені көтерген, каждый келген приемымдағы аналар болды. Подружкасын айтады, анаған айтады, соған ғана баш, сол вообще басқа нәрселер айтады. Потому что вот реально мен вообще басқа нәрселер айтам. Сөйтіп солай келді клиенттер, солай мамашылар келді, одан кейін массажистер келді. Солай дамыды ғой енді бұл нәрсе. Бірақ дальнейшем алдағы уақытта мақсатым, арманым қандай? Үлкен реабилитационный центр ашқым келеді. Соны барып мен түсіріп жүрейін. Құдай қаласа, иә. Камерамызбен бақа дайындап. Бұл сала маған бір массажист, менде оқыған бір қыз айтты да, сіздің салаға ақша, тек қана ақшаны көздеген адам Мөлдір ханым келе алмайды деді.
Өйткені сен еңбектеніп жұмыс жасау керексің. Сен отырып алып, массаж жасап, бит қыздырып істеп, маған обучениеға келген кезде адамдар күніне 10-15 клиент қабылдап келеді. Күніне 10 бала, 15 баланы 2000-3000 теңгеден қабылдап, ақшасын алып кетіп жүргенбіз деп келеді. Маған келгеннен кейін 5 баладан артық қабылдай алмай қалады. Потому что бала ойыншық емес. Бала бизнеске айналдыратын нәрсе емес. Бала, әрбір бала ол индивид. Әр баланың дамуы индивидуальны, әр баланың программированиясы индивидуальны. Маман, массажист сол баланың қабілетіне қарай, мүмкіндігіне қарай ем тағайындап, соның көзін аша алу керек, былайша айтқан кезде. Маған келген мамандар жаңағыдай жаттанды техниканы алып, барып тупо жасап ақша таба алмайды просто. Оқу керек, ойлану керек, басын жасату керек, былайша айтқан кезде. Сол үшін медициналық білім керек. Содан кейін барып жұмыс жасау керек. Ол уақытты требовать етеді. Ол уақыт, ол сенің энергияң. Сен ойлану керексің, сен жатып оқу керексің, оған кәдімгідей. Маған қазір оқуға ерінетін массажистер жазатта, бере салыңызшы, істей салайық депші. Көріп қайталай салайын деп. Соны қайталай салғысы келіп тұрады. Мен айтам, жаным, бала деген ойыншық емес. Қазір сенің алдына келген 10 балаға мен лечениесін айтып берем, одан кейінгі 100 баланы сен қалай емдейсің? Істей алмайсың ғой сен ол нәрсені. Әртүрлі. Менің өзім мысалға иногда болады сондай, новый бала келсе, я потеряюсь. Қараймын да. Қай жерінен бастайтын? Істеймін аған, так деп 4-5 күні барып, деп подключаешься ана процесске ше, өйткені шынымен де әр бала әртүрлі. Мысалға сіз екеуміздің де отпечатктеріміз әртүрлі, бәріміз әртүрлі, бірімізге ұқсамаймыз ғой. Тоже так же. Әр баланың денсаулығы, мүмкіндігі әртүрлі да. Оны зерттеуге, оны дамытуға анау массажистің біріншіден балаға деген махаббаты болу керек. Анау сол нәрсеге деген қызығушылығы болу керек. Тек қана ақша деген адам болмау керек. Сол кезде ғана ол адам бұл салада мен сияқты өсе алады. Анатомиясын түсіну керек қой, енді ағзаның. Анатомияны да түсіну керек, индивидуальность түсіну керек. Сосын бұл жерде мынандай нәрсе. Тек қана физически емес, эмоциональный состояние бар. Потому что жан мен тәнді қосамыз, сонда. Мына жерде мен соңғы нәрсені айтайыншы, моторный антогенез. Бұл поэтапность қой. Антогенезде 5 этап бар. Бірінші этап А, Б, С, Д, Е деп аталады. А этап ол тонустық рефлекстер этабы. То есть ол жерде жаңағы барлық балалар тонизированный сондай болады. Туылған кезде 3 айға дейін бала тек қана тонуспен, тек қана рефлекстермен қозғалады. Одан кейін балада кішкене өзінің денесін танып бастайды. Денесін танып бастағаннан кейін, одан кейінгі С уровеньда бала уже сол таныған денені, қоршаған ортаны тануға қолданып бастайды. Одан кейінгі Д уровеньда бала уже затқа қызығып, соны зерттеп бастайды. Одан кейінгі Е уровень бар, ол деңгейде баланың интеллектуальный развитиесі пайда болады. Получается, менің оқытып атқан шәкірттерімді қалай мотивировать етем? Сендер целый бір тұлғаны дамытып жатырсыңдар. Сендер просто кривошея емдеп атқан жоқсыңдар. Сендер дисплазия емдеп атқан жоқсыңдар. Сендер баланы әшейін еңбектетіп жатқан жоқсыңдар. Сендер бір полноценный, работоспособный, андай бір потенциалы мықты, сынбайтын, психоэмоциональный мықты тұлғаны қалыптастыруға жұмыс жасап жатсыңдар. Өйткені баланы просто шыңғыртып жатқызып қойып, хочешь не хочешь, мен саған массаж жасаймын да, 20 минут потом давай до свидания емес біздікі. Баланың қалауына қарай, баланың денесінің мүмкіндігіне қарай, эмоциялық состояниесін, жағдайын мүмкіндігінше баланы жылатпай, сыйлай отырып, ойын форматында жаттығу жасатып емдейміз. Біздің орталыққа мамашылар баласы емделіп кетсе де келе береді ғой. Сіздер сияқты біздің балаға ешкім көңіл бөлмейді деп айтады. Махаббатпен көңіл. Махаббатпен 1 сағат ойнаймыз баламен. 1 сағат. Сосын мен орталығымда бір кабинетте 1 адам жұмыс жасайды. Неге? Ешкімге кедергі жасамайды. Ешкімге өткен кедергі жасамау керек. Потому что психоэмоциональный состояние деп тұрмын ғой, фокус. Баланың фокусы деп ана жақта біреу жыласа, деп ана жақта біреу жыласа, біреу телефоннан мультик қойып барып жасап жатса, анау жаттығу жасауға деген баладағы фокус теряется, и ол не істеп жатқанын түсінбей қалады. Бір кабинетте бір маман, баланың мамасына обязательно процесске вникать етеміз. Мен айтам, сіздің балаңыз бізге ғана керек емес.
24 сағаттың 1 сағатында мен сіздің балаңызбен жұмыс жасап тұрмын. 23 сағат сіз үйдесіз. Үйреніп алыңыз. Қарап алыңыз, үйге барып жасайсыз. Сонда мамашылар таң қалады. Сіздер үйретіп жүре бересіздер ма дейді. Сосын мен айтамын еще, үйреніп ал, бір курстан кейін келмей-ақ өзің үйде жасай бер деймін да. Ана массажистер қызғанады ғой негізі техникаларын. Көрсетпейді ғой артық. Ана мамашалар таң қалады ғой, Мөлдір ханым түсіріп алсақ, түсіріп ал, жарайды, үйіңе барып жасай бересің. Менің мақсатым бір адамды қайта-қайта орталығыма шақырып, одан ақша өндіру емес, былайша айтқан кезде. Бір адам бір рет келсін, бір адамды қайттан бір рет көрсем мен ұяламын ше, шынымды айтсам орталықта. Неге мынау қыздарға ұрсам ғой, неге мынау қайттан келіп тұр? Неғып бітіріп жүрмейсіңдер мына 10 күн ішінде? Мөлдір ханым кешіріңізші, ол қатты жылайды, содан кейін оған толық жасай алмаймыз. Өйткені болады шынымен жатырқауық балалар денесін ұстатпайтын, анасының өзімен дұрыс контакт орнамаған, теласын дұрыс тани алмайтын балалар бар. Сен олармен жұмыс жасау өте қиын. Вот сондай балаларда нәтиже кештеу шығады. Сол кезде мен қыздарым жылап жүреді, Мөлдір ханым кешіріңізші, 10 күнде негізі болатын еді, бірақ ана бала жылауық, жасатпайды. Қанша мамасымен, қанша баламен дұрыс контакт ұстап, жылатпай жасауға тырысып жатырмын, бірақ болмай жатыр. Соның салдарынан процесс ұзап кетіп жатыр. Вот сондай нәрсе болады. Жақсы. Мөлдір ханымды тыңдап отырып, мен де қызығып кеттім. Өте енді қазір расымен де кез келген салада жаңалық, жаңа әдіс, жаңа методика, білім саласы болсын, техника, инженерия, ғарышқа ұшып жатырмыз, келіп жатырмыз, кетіп жатырмыз дегендей барлық салада даму бар. Денсаулық саласында да өте көп біз білмейтін, бұрын жасап көрмеген, бұрын мән бермеген дүниелер өте көп. Менің сіздің сұхбаттан түсінгенім, қазір біз баланы дүниеге әкелуге дайындалмаймыз. Эмоциональды түрде жүктілікке дайындық, медициналық анализ тапсыру болсын, оны күнделікті естіп жүрміз. Және дүниеге келгеннен кейін біз балаға көп көңіл бөле алмайтын сияқтымыз, психологиялық, эмоционалдық, бала жылайды дегендегідей. Телефон қолда, желі қолда, елдің өміріне қызығамыз. Баламыздың дамуына, оның денсаулығына, сіз айтқандай керемет тұлға болып шығуына ең алдымен анасы 80% анасы жауапты ғой, бәрібір де айналып келгенде. Сондықтан сіздің ісіңізге береке берсін, алдыңызға келетін клиенттер көп болсын демей ақ қояйыншы, дені сау балалар көп болсыншы. Дені сау балалар көп болсын. Дені сау балалар көп болсын. Рахмет. Қымбатты оқырмандар, Мөлдірдің парақшасын, әлеуметтік желідегі парақшасы осы сұхбат бойында шығып тұрады. Тіркеліңіз, жақсы ақпараттарды көріңіз, ізденіңіз. Біреудің жылтырақ өмірі емес, өзіміздің бала-шағамыздың денсаулығына, өзіміздің денсаулығына көбірек ден қояйық дегім келеді. Кездескенше аман болыңыздар. Рахмет сізге. Сау болыңыздар.